Последний слово подсудимого, да? И каких дополнительных... Нет. Мен енді қазір міне осы сотталушы болып отырмын. Мұның енді себеп салдарын мен міне заңгер пенсионермін не. Өмір бақи осы заң саласын істедім, тергеуші болдым. Біз енді заңгерлер, біз заңды білеміз ғой. Мана басқа қарапайым қарағалы ғана егін сап жүрген, мал бағып жүрген олар заңды түсінбейтін шығар енді қарап адамдар. Біз білгеннен кейін біз көріп отырмыз, міне қазір жағдай біздің міне қоғам, біздің мемлекетімізде заңдылық сақталмай отыр. Себебі мен оны заңгер ретінде айта аламын. Қарап отырсақ, міне Конституцияның бізде Конституцияда жазылған Қазақстан Республикасы құқықтық демократиялық зайырлы мемлекет дейді. Бізде ешқандай құқық сақталмайды. Конституция қағаз жүзінде болып отыр. Демократия жоқ. Оның себептерін, мысалдарын өмірден, күнделікті өмірден көріп жүрміз. Мен міне 4-ші ай түрмеде отырмын, міне түрмеден көрдім, жаңа мен міне бір бала келді, кішкентай жас бала, 20 жастағы, телефон ұрлаған. Одан кейін менімен бірге жатыр камерада 4 жігіт қазақтың балалары, мал ұрлаған. Бәрі мен приговорын кеше үкімін қарап отырсам, жұмыссыз, бәрі жұмыссыздар. Ұрлық жатқандардың бәрі ұрлық. Неге ұрлық жасайды? Жұмыс жоқ. Бұл біз заңгер ретінде мен айтам, бізде криминология деген пән бар ғой, криминология. Бұл қылмыс қайдан пайда болады? Соның сабап салдарын зерттейтін ғалым ғой, юриспруденция саласының бір тармағы криминология. Сонда жазылған. Қылмыс неге болады? Қылмыс, яғни біздің қоғам ауыр қоғам болып кетті. Жұмыс жоқ. Біз міне совет кезінде өмір сүрдік. Жұмыссыз деген безработный болмаған. Колхоз, совхоз қандай жақсы, қайнап жататын. Жұмыссыз адам таба алмайсың. Жұмыс қолы жете алмай жататын. Қазір не? Жұмыс жоқ. Не істейді? Күн көру керек. Ұрлыққа барады. Ана былтыр Денис Тенді кім өлтірді? Ауылдан барған жастар жұмыс жоқ. Не істейді? Асырау керек, күн көру керек. Машинасының айнасын ұрлап. Сондайлар көп қой. Сондықтан біздің қоғам қазір ауру қоғам. Қазақтан сөз қалмады, қазақ айтады. Балық бастан шірейді дейді. Біз қоғам ауру қоғам. Ота жасау керек, операция жасау керек. Ауырған жерді, шіріген жерді алып тастау керек. Әлгі ауруын жасырған адамды өлім әшкере етеді дейді. Не болмаса өледі дейді. Сондықтан біз өлмей тұрғанда, біз еліміз шірімей, құрымай тұрғанда емдеуіміз керек. Конституцияда жазылған, биліктің бірден бір бастауы халық дейді. Единственным источником власти является народ дейді. Біздің билік қазір халықты ұмытып кетті. Қазақтың сөзі айтады. Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Енді біздің билік құдай болсам дейді. Байы алды, бәрі өздері бай, шылқамайға батып жатыр. Ал мына қара халықтың жұмыс жоқ, қайыршылық күн кешіп жатыр. Кедей кедейленіп жатыр, байлар жоғарыдағы бай болып жатыр. Кеше дат газетінде келді, Назарбаевтың қызы Швейцарияда Женева көлінің жанында 63 миллион долларға сарай, зәулім сарай сатып алып жатыр. Бұл екінші сарай, өз басқа бір сарай тұрып жатыр. Бұл не сонда? Ал бізге қара халық күн көре алмай, екі сиырмен күн көріңдір дейді. Ол сиырды жаятын жерде жоқ. Өз жеріміз, біз жер көп, ал Қытайларға жер беріп жатыр, завод салғанға, 55 завод келіп жатыр. Ал біз бір үй салатын 10 сотық жерімізді бермей отыр. Мысалы, міне, айта кететін нәрсе, мысалы, тұрғын үй мәселесі. Тұрғын үй, қазақтың көбі қалаға барып жастар пәтер жалдап, басқа ұлттардың үйін жалдап тұрып жатыр. 10 сотық жер берсе өздері үй салады ғой, несі 10 сотық жер неге бермейді? Мына екі күнде шығып жатыр митингіге. Астана, Алматы, үлкен қалаларда шығады қайта-қайта, жиі-жиі, ай сайын шығып жатыр. Соны сұрау керек қой, айналайын қазақтар, не керек сендерге? Неге шыға бересіңдер қайта-қайта? Сұрау болады ғой, соның өкілі мен бір ай ретін айтарым, халықта тұрғын үй жоқ, үй жетіспейді. 10 сотық жер берсе, салып алушы. Мысалы, менің талқылауым келді ма ауылда 10 жыл бұрын. Үйдің очередіне жазылып қойдым 10 сотық жерге. Әлі бермейді. Былтыр барып білсем, сіз 23 мың бірдеңешінші кезекте тұрсыз дейді. Яғни талқылау міне осы қалада 23 мың адам жер кезегінде тұр. Соны бересіз өздері сабылады, екі айда сабылады болады, жазым күні үйді. Соны ескеру керек. Сондықтан
мына билік өзгеру керек, өзгеріс керек. Оны біз айтпағанда кім айтады? Мына қазір бір қарағанда бәрі жақсы сияқты, міне, бәрінің мемлекеттік қызметте істейтіндер, госслужбадағылар. Стабильный заработығы бар, еңбек ақысы бар, оларға жақсы. Ал мына ауылдағы көптеген адамдар жұмыссыз жүр, ертең күні бұлыңғыр. Біз осылай міне қазір бәрін шетел инвестициясы, бәрін шетелге беріп жіберсек, бәрін Қытайға беріп жіберсек не боламыз? Қазірдің өзінде мен осыдан 3 ай бұрын Бостандыққа жүргенде Ақтөбеге барып келдім, құдама. Мұнай компанияларының бәрінің қожайындары Қытайлар. Соған міне біздің осы қаладан барып вакуум методпен істеп жүр. Қытайға құл болып жүрміз қазірдің өзінде. Ал енді бір 20 жылдан кейін біздің немерелеріміз соларға жұмыс істейді. Содан кейін енді бір 10 жылдан кейін Қытайдың провинциясы боламыз. Мына Шыңжаң сияқты, мына олар онсыз да қазір мына Жетісу, Балқашқа дейін біздің жерде балаларын оқытып жатыр. Соны ойлайық ағайын, бауырлар, қазақтар. Айтатын әңгіме көп. Мен ана Фейсбукта бәрін жаздым өзім комментарийімде. Көп нәрсені жаздым, соны көрулеріңізге болады. 2 аккаунтым бар менің. Кириллицамен жазған Жүнісов Болатхан деген, одан кейін латын әрпімен Болатхан Жүнісов деген аккаунтым бар. Сонда мен көбін жаздым. Соны көріңіздер. Халық білсін, мына қазір видеофиксация жүріп жатыр ма, оде жазылсын, халық естісін. YouTube-қа салыңдар, көріңдер. Ойланбасақ, біз айтпасақ кім болады? Ертең жай болып кетеді. Құдай, қазақ сөз бар ғой, сақтансаң сақтайын дейді. Жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Біз айтуымыз керек, жылауымыз керек. Өлетін бала бейітке қарай жүгіріп, молаға қарай жүгіреді дейді қазақ айтқан. Біз қазір молаға қарай жүгіріп бара жатырмыз. Мына енді іс бойынша мен өзім қылмысымды айттым ғой, мен істеген жазғаным бәрін мойындаймын, бірақ мен бұны қылмыс деп есептемеймін. Заңгер ретінде біздің сөз бостандығы бар. Сондықтан кеше айттым ғой, бұл сіздер Есіл аудандық сотының шешіміне сүйеніп отырсыздар. Ол Есіл аудандық сотының заңдық күші мына Конституциядан, жалпы ұлттық декларациядан, адам құқығы жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының, одан заңдық күші төмен мына аудандық соттың шешімі. Сондықтан мені біз халықаралық ұйымның мүшесіміз ғой көптеген. Мынау біріккен ұлттар ұйымының мүшесіміз, ОБСЕ-нің мүшесіміз. Сондықтан сол халықаралық құқықты қолданып, мына Есіл ауданының соты шешімі, ол бір жақты шыққан мына биліктің құйдырғы әрекеті шешімі. Сондықтан мені ақтауыңызды сұрайын. Оның мысалдары көп. Мысалы, Ақтау қалалық сотының судьясы былтыр міне осы биыл жазда. Әйел Гүлнар Құманова ғой деймін. Одан кейін Мәлік Кенжалиев деген қалалық соттың төрағасы. Осы 4-5 статьямен Айгүл Ақберді деген келіншекті 4 баласымен ақтап шығарып, осы менің статьям сияқты. Сондықтан сіздер де енді ұлттық сезімдерін оятып, мен ақтауларыңызды сұрайын. Сол сияқты Ақтөбеде прокурор, бір жас жігіт, полковник прокурор, ашық айтып отыр осындай. Көрген шығарсыздар, көресіздер, YouTube-та жүр. Осылай біздің қоғамда, біздің елімізде құқықтың сақталмай жатқан туралы ашық айтып отыр. Одан кейін солтүстік Қазақстан облысының судьясы Жанар Кенжебаева деген азамат, міне, қазақтың қызы, келіншегі, ашық айтып отыр. Міне, бізде жоғарыдан судьяға қысым жасалады. Сондықтан мен бұл наразылығымды білдірейін деп жоғарғы сотқа жазған хатты газетте жүктешімен оқыдым. Міне, соны ескеріп, сіздер де өз азаматтық ой, сана сезімдеріңізді оятып, ұлттық сезімдеріңізді мені ақтауыңызды сұраймын. Одан кейін Абай айтқан ғой, міне, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің басы бәрі бос дейді. Біз әр қазақ менің жалғызым деген девизбен өмір сүруіміз керек. Біз бір-бірімізді, өзіміз сыйламасақ, біз құримыз. Мен міне түрмеде жатып көрдім, міне, ыңғай қазақтар жатыр. Қазақтың жас балалары бәрі жас. Түге қарап отырсам бар, ұсақ түйек бар, ұрылық, жемқорлық. Жемқорлыққа не үшін барады? Параға. Кеше таможняда бір жас жігіт, 4 бала, айлық табысымыз дейді 100 000 теңге, 110 000 теңге алады екен. Ал параларын қанша десем, 30 000, 20 000 пара алғанбыз дейді. 4-еуден сотталып жатыр. Одан кейін мал ұрлаған жаңа айттым. Жаңа телефон ұрлаған балаларды айттым. Бәрі сол ұсақ түйек. Бұл не? Бұл қоғамның аурулығы, жұмыс жоқ. Соны ескеру керек, өзгерту керек. Тағы әңгіме көп айтатын, мен есіме түскенін айтып жатырмын. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан құрметті сот мырза, прокурор бауырым бұлым, сіздер де заңды білесіздер. Сондықтан
қазақты қазақ қорғайық, ешкімді ешкім соттамайық. Ана шешен халқы бар ғой, осында баяғыда істеген. Шешен халқы бірін-бірі соттатпайды. Әрқашан түрмеден босатып алады осында жүргендерді, соны көрдік. Қалай өздерін қорғайды. Біз біріміз өзіміз қазақты қазақ сатып жатыр, соттап жатыр. Бізде міне қазір міне Назарбаевтың өткендегі сөзі бар. Біз қазақ елі дейді, мұндай өмір сүрген жоқ дейді. Дұрыс айтады. Қазір не? Жемқорлық, суицид, жезөкшелік, жоқшылық, жұмыссыздық, үй жоқ, бензин жоқ, көмір жоқ. Жолда су тасқыны бір ауыр қайта. Бұның бәрі болатын, жөндеуге болатын нәрсе ғой. Бұны енді айтпасақ, Конституция жазған ғой, президент деген 2 сұрауға отыру керек, ары кетсе. Мына Америка өркениет елдерді қараш, 4 жыл отырады да кетеді ғой. Біздікі міне 33 жыл болды, 86 жылдан бері отыр. Назарбаев, сендер мына балалар білмейді. Мен білемін, 86 желтоқсан оқиғасы кезінде ол билікте отырған. Қонаевтан кейін екінші адам болған, Колбиннен кейін екінші адам болған. Сол кезде ол ана репрессияның басында жүрді. Одан кейін міне Жаңаөзен оқиғасын білесіңдер. Қаншама біздің боздақтар, мұнайшылар атылып кетті. Кім бұйрық берді оған? Оның бәрі тексерілетін нәрсе, тарих. Мен жазғанмын Фейсбукта. Тарихта бәрі, тарихтан белгілі. Мәңгілік еш нәрсе жоқ. Диктаторлар келіп кетеді, халық қалады. Диктатордың барар жері белгілі ол. Түрме немесе өлім. Соған келе жатыр. Қорқатын ештеңе жоқ. Биліктің бірден бір бастауы халық. Айтуымыз керек. Оны өзгертетін де өзіміз халықпыз. Бізге ешкім тарихқа қасап әкеп бермейді демократиялық заңдылықты. Халық өзіміз талап етуіміз керек. Өз құқығымызды өзіміз сұрауымыз керек. Содан кейін мына қазір ютубта блог Жукова деген жүр. Орыстың жас жігіті Жуков. Соның мирная революция деген бір передачасы бар екен. Поискіден басып барсам, шықты былтыр мен көрдім. Сонда айтып отыр. Қазір бүткіл дүние жүзінде бейбіт жолмен дейді. Мирная революция. Бейбіт жолмен диктаторларды кетіріп, жақсы демократиялық елге айналып жатыр. Соның соңғы мысалы міне өзіміздің 15 одақтас республикаға шыққан армян халқы. Былтыр армяндар апрель айында 10 шақты күн шықты да диктатор президенттен кетіріп, қазір оппозиционер Пашинян премьер-министр болып басқарып отыр. Жақсы өзгерістер болып жатыр, демократиялық, оң өзгерістер. Пашинян мына ол президенттік билікті кетіріп, қазір парламенттік мемлекет қойды. Онда президент деген должность жоқ, лауазым жоқ. Қазір премьер-министр басқарып отыр. Халық өзі сайлады. Қазір жақсы өмір сүріп жатыр. Соны салды. Все познается в сравнении дейді. Бәрі салыстырмалы түрде анықталады. Мысалы алайық. Мына басқа мемлекет. Мысалы мына Оңтүстік Кореяны алайықшы. Біздің жастардың бәрі Оңтүстік Кореяға барып жұмыс істеп жатыр. Ол қайбір жетіскенмен жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде жұмыс дұрыс болмағаннан кейін Оңтүстік Кореяға барып істеп жатыр. Сол Оңтүстік Кореяның президенті 17 жылы әйел президент болған. Соны халық импичмент жариялап, сенімсіздік білдіріп, ол әйелді жұмыстан алып тастады. Себебі ол жемқорлықпен ұсталды. Өзінің бір жолдас әйеліне көмек жасап, парақорлықпен ұсталып, сол әйел қазір түрмеде отыр. 24 жыл берді. Газетте кеше мен «Время» деген газетте көрдім. Одан кейін мына Бразилия мемлекетін алайық, салыстырып көрейік. Бразилия елінде Бразилияның бас прокуроры президентін сотқа беріпті. Иск жазып, талап-арыз жазып отыр. Неге десең, президент дейді Бразилияның өзінің баласын, туған ұлын 25 жылғаны Америкаға елші қылып жіберіпті дейді. Сол үшін соны, неге сен өз туған балаңды сен Америкаға жіберіп отырсың осындай қызметке деп сотқа беріп отыр. Ал бізде ондай бар ма? Жоқ. Біз өзінің қызын сенаттың төрағасы болып отыр, төрайымы. Бізде мемлекеттік қызмет туралы деген заң бар. Бір мекемедегі бірінші басшы өзінің қол астына өзінің туған туысын қызметті алуға болмайды деген. Сондай орындалып отыр ма? Оның ешкім бізде заң жоқ. Мен заңгер ретінде айтамын, заңның 3 тармағы бар. 3 ветви власти дейді. Атқарушы билік, сот билігі, одан кейін заң шығарушы билік орган. Бәрі қазір үшеуі бір-біріне тәуелсіз болу керек, параллельно жүру керек. Ал бізде қалай? Біздің соның бәрінің үстінен бір адам қарап отыр. Қазір кеше радиодан айтып жатыр, алдың күні мен осыны түсіп. Назарбаев айтады, мен биліктен кеттім, президенттіктен кеттім, халық қолдап жатыр, сіздерге рахмет дейді. Ол кеткен жоқ қой қазір ол. Ол қазір
ана арбаның 4 дөңгелегі болса 5-ші дөңгелек жасап алды да Совет безопасности деген соның төрағасы болып мына жерде тығылып отырып сонымен қолдап басқарып отыр. Сондай жағдайлар айтатын әңгіме көп. Оны көздеріңіз ашық білесіздер. Біздің ана 20-30 жылдары Алаш азаматтары Алаш арыстары айтып кеткен. Әй, оян қазақ, ел болайық, құл болмайық деп. Соның қазір ол кезде интернет жоқ. Ол кезде халықтың көбі сауатсыз болады. Қазір біз 99% сауаттымыз, бәрі біледі, бәрінің интернеті бар, бәрінің қолында смартфоны бар. Сондықтан біздің қазір жағдайымыз бар. Ана сол жаңағы блог Жуковтағы айтқан. Бұл наразылықтың бір түрі бойкот дейді. Бойкот қалай жасау керек? Бір күні, X күні шық деген күні бәріміз шығып, бәріміз бойкотқа шығуымыз керек. Мұғалімдер, студенттер, дәрігерлер, шахтерлар, түгел қызметкерлер жұмысты тастап, ана әрмен халық сияқты бір 5-6 күн тұрсақ, кетіреміз. Жаңа халықтық мемлекет орнатамыз. Мына министрлер, президент, депутаттар ол халықтың өкілі, халықтың жұмысшысы, халықтың қызметкері. Біз ақша төлеп отырмыз. Біздің олар слуги народы дейді, халықтың құлы. Бізге қызмет ету керек. Біз ақша төлеп отырмыз. Біз асырап отырмыз. Олар қазір бізді ұмытып кетті. Ана парламент дегенін демекші айтпақшы міне. Қазір бізде пенсия жасы мен заңға ретінде 63 жас. 63-те бәрі пенсия кету керек. Ал біздің парламентте отырған ана Козырев деген коммунистік партияның депутаты 82 жасқа келді. Бұл не деген масқара? Біздің парламент дом престарелых болып кетті. Кәрілер үйі. Мұнға кемпірмен шал отыр. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан айналайын бауырлар, ояну керек. 2-3 күн шығып, мына жүйесімен кетіру керек, түп тамырымен. Сол үшін жаңа айттым ғой, ота жасау керек. Ана шіріген балықтың басын кесіп алып тастау керек. Бір жерде жатқан тұра берген су шашып кетеді, шалшық. Ана шұңқырға қарасаң, жауынның суы бір жерде жата берсе, бақа шығып, құрт құмырсқа сасып кетеді. Біз шіріген мемлекетпіз. 30 жыл бір шұңқырда тұрмыз мен, шалшық суда. Шіріп бара жатырмыз. Ол суда ағызып жіберіп, жаңа су керек, өзен ағызу керек. Халық деген ағын су, халық деген билік, халық деген құдай, құдайдан кейінгі екінші адам халық. Сондықтан айналайын бауырлар, ағайындар, қазақтар, мына жерде бір бөтен адам жоқ міне бір. Бәріміз қаракөз қазақпыз. Ойлану керек қой. Мына полиция, армия, бәрі біздің мына прокуратура, сот, бәріміз қазақпыз, қазақтың балалары. Біреуіміздің құдамыз, жекжатымыз, туысымыз. Сондықтан айналайын бауырлар, судья бауырым, прокурор балам, осыны ескерейік, қарсы шықпайық, бірімізді қолдайық, ешкімді соттамайық. Сондықтан рахмет сіздерге, тыңдағандарыңызға, осыны таратыңыздар мына бауырлар, ютубқа, интернетке. Халық білсін, біз халықпыз. Біз ата-бабамыз осыншама жерді анау Алтайдың Атырауға дейін бізге Қытайға берді тастап кеткен жоқ қой. Өздерің қызығын көріңдер. Тек қандарын төкті. Кешегі Оспан батыр мына Шыңжаңдағы. Ана соңғы хан Кенесары хан. Осы орысқа бұл болмасын, Қытайға бұл болмасын деп соғысып бізге тастап кетті осынша жерді. Ал біз енді соған беріп қарап отырамыз ба? Сондықтан ояныңдар, бауырлар. Ойлану керек. Биліктің бірден бір бастауы халық. Ана газеттердің басына баяғыда пролетарий всех стран соединяйтесь деп жазып қояды. Барлық елдің пролетарлары бірігіңдер. Қазір мен кеше бір газетті қарап отырсам, Назарбаевтың сөзін жазып қойды. Олай етпеу керек. Газеттің басына былай деп жазу керек. Бірліктің бірден бір бастауы халық, жақшаншысты конституцияда жазып, сондай ұранмен біз өмір сүруіміз керек. Әр қазақ менің жалғызым. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бос. Бәрі бос деп Абай атамыз айтқан. Сондықтан бірімізді өзіңді өзің сыйласаң жат жанынан түгіледі дейді. Өзімізді өзіміз сыйлайық. Мен бәрімізді жақсы көремін. Бәріміз қазақпыз. Бірімізді жақсы көрмесек, бірімізді сүймесек, бірімізді сатып жатсақ, қандай ел боламыз? Құйымыз, жоңғар мемлекет сияқты. Сондықтан бауырлар, рахмет сендерге. Рахмет. Өкім, мақаншылықтар сәлем етіп жатыр бәрі.